Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін Egov Mobile мен қалай жұмыссыздық справкасын аламыз, сол жайында сіздерге видео түсіретін боламын. Ең алдымен Egov Mobile-ға кіреміз. Осы жерде жоғарыда тұрған кіру тіркелу батырмасын басамыз. Авторизациядан өтеміз. Енді осы жерде танымал қызметтер барлығын қарау батырмасын басамыз. Осы жерде мына жерде астына түскенде жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту батырмасын басамыз. Осы жерде астыға қарай түскенде мына жерде жұмыссыз ретінде тіркелгені туралы ақпарат беру. Осыған кіреміз. Осы жерде жұмыссыз ретінде тіркелгендігі туралы анықтама беру. Тегін бір жұмыс күнінде қызмет ала аласыздар. Қызметті кімге алып жатқаныңыз туралы көрсетесіз. Егер осы жерде өзімізге деп аламыз, қызметті алу батырмасын басамыз. Авторизациядан өтеміз. Жұмыссыз ретінде тіркелгендігі туралы анықтама беру өңделуде дейді. Мінекей, менде шықты. Мына жерде орыс тілінде және қазақ тілінде өзіңізге керекті тілді таңдап біреуін ашасыз. Осылай ашылады. Менде қазір жұмыссыз ретінде тіркелмегендіктен анықтама беруден бас тартылды деп хабарлама келді. Жұмыссыз болып тіркелсеңіз осылай хабарлама келеді.